Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді әрі тез дайын болатын бисквитті рулет жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқаны жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Толық рецепті видеоның астындағы описание бөліміне қалдырамын. Массамыздың үстіне қантты салып, бір келкі ақ пышный масса болғанға дейін осылай миксерлейміз. Үстіне разрыхлитель ванилин және ұн салып, басында миксермен, кейін лопаткамен араластырамыз. Біз лопаткамен араластыруымыз керек, себебі миксерді до конца миксерлейтін болсаңыз, тестаңыз отырып қалып, рулетіңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін лопаткамен жоғарыдан төмен қарай бағытта жақсылап араластырамыз. Дайын болған массаны осылай противенге жайғастырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут қарап тұрып пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскенше біз пропитка жасаймыз. Пропитка үшін сүт және қойылтылған сүт, сгущенка яғни, екеуін жақсылап араластырамыз. Біздің рулетіміздің бисквиті пісті. Оны осылай орап, суығанға дейін шешпей қоя тұрамыз. Ол бізге орау үшін, ыңғайлы болуы үшін керек. Және де бұл бисквит суығанша біз крем жасауға кірісеміз. Крем үшін менде 35% сливки және де сгущенка, қойылтылған сүтті қолдандым. Сіздер сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Бұл рулетті балаларыңыз торт сұраған кезде жасап берсеңіз өте тез дайын болады, әрі құрамы да оңай. Суыған бисквиттің үстіне пропиткамызды жағып шығамыз толығымен. Үстіне кремімізді жағып, мен замороженный малина қолдандым. Өзіңіз қандай ягоды қолдансаңыз, өз еркіңізде, қолданбаймын десеңіз де болады. Кремді осылай ораймыз. Және де 2 бөлікке бөліп алдым. Ыңғайлы болу үшін бетіне қалған кремнен осылай әдемілеп гүл жасадым. Оның бетіне замороженный малинамызды қойып әрлейміз. Әрлеу еркіңіз өзіңізде. Шоколад қойсаңыз да болады. Крем жақпай қойсаңыз да болады. Енді бұл рулетімізді толық пропитка болғанша, яғни кремі сіңгенше холодильникке қоямыз, сосын барып кесеміз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы видеода мен сіздермен үй жағдайында ресторандағыдай пицца жасауды үйрететін боламын. Соны бірінші болып көргіңіз келсе, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.